Екінші сабақ. Шарттық қимылдық жауап. Мақсаты балаға дыбысқа шарттық қимылдық жауап көрсетуге үйрету. Бұл дағдыны балаға 1,5 жасынан бастап үйретуге болады. Бұл дағдының қажеттілігі баланың дыбысты естіп, немесе естімей тұрғанын анықтауға қажетті. Енді кірісейік. Бұл дағдыны үйрету үшін бізге осындай әртүрлі тастар, моншақтар қажет болады, мысалы ірі моншақтар. Алдымен баламен бірге істейміз және көрсетіп, тыңдатып істейміз. Бірден тығып көрсетпей дыбыс шығаруға болмайды, өйткені бала түсіну керек. Дыбыстың қайдан шыққанын және ол кезде не істеу керектігін түсіну керек. Сондықтан барлығын алдымен көрсетіп және бірлесіп істейміз. Баланың қолына тас береміз, немесе моншақ, бірге ұстаймыз. Бала ұстайды, ата-ана ұстайды, мысалы, ересек адам ұстайды. Құлаққа қоямыз да, тыңда деп айтамыз. Дыбыс шығарамыз. Дыбыс естідім. Эмоционалды түрде көрсетеміз балаға. Бір өзгеріс болған, дыбыс шыққан көрсетеміз. Сосын бос ыдысқа саламыз, мақтаймыз. Алақай. Келесін аламыз, тыңдаймыз. Баламен бірге түсінгенше бірлесіп істейміз. Тағы дыбыс береміз. Дыбыс естідім. Тастаймыз. Және дыбысты шығару интервалы, уақыт интервалы әртүрлі болу керек. Мысалы, бала тыңдай бастады, сіз 1-2 секунд күттіріп, дыбыс бердіңіз. Сосын тастайды. Келесі жолы кішкене ұзағырақ күттіреміз. Өйткені балалар уақыт ұзақтығын есіне сақтап алады да, сол уақытта салу керек деп ойлайды. Мысалы, 2 секунд күттім, салу керек, 2 секунд күттім, салу керек деп ойлайды. Ал бізге маңыздысы баланың уақытқа емес, дыбысқа қарауы. Тыңдаймыз, күтеміз. Бала шыдамай жатса, қолынан ұстап аламыз, салдырмаймыз. Мысалы, салам десе ұстап аламыз да, жоқ, дыбыс жоқ, тыңдаймыз. Сосын дыбыс бар, саламыз. Бала бұны үйреніп алған соң, дыбысты көрсетпей тыңдатуға болады. Мысалы, тыңдаймыз. Дыбыс саламыз. Және бұл ойында рөлді ауыстыруға болады. Мысалы, бала дыбыс шығарады, сіз тыңдайсыз. Балаға осылайша түсініктірек болады және қызықтырақ болады. Өйткені бала өзін ересек сезінеді, үлкен сезінеді. Және осы мақсатта біз басқа да материалдар қолдана аламыз. Мысалы, мынау өшіргіштер. Көптеген өшіргіштерді жинап әртүрлі осы мақсатта қолдануға болады. Және мынандай горка балаға өте қызықты. Мұнда дәл солай тыңдайды. Дыбыс шыққанда салады. Осылай ойын түрінде өткенде балаларға қызықты болады. Тағы осы мақсатта пирамида қолдана аламыз. Пирамиданың сақиналарын барлығын алып тастап, тыңдаймыз. Саламыз, алақай. Осылайша жинаймыз. Барлығын кезек-кезек. Алдымен осындай дауысы анық, қанық шығатын аспаптарды қолданған жақсы. Өйткені бастапқыда балаларға ақырын шығатын дыбыстар дұрыс естілмеуі мүмкін. Сондықтан олар бірден түсіну үшін дауысы жақсы шығатын аспаптарды қолданамыз. Сонымен қатар, қолда бар материалда, мысалы, мынандай горка жоқ болса, ойыншықтар аз болса, мысалы, жай қағазданды қолдануға болады. Қағазды алып, тыңдаймыз, дыбыс шыққанда лақтырамыз, мысалы. Солай ойнауға болады, балаға ол ұнайды. Және де әртүрлі доптарды қолдануға болады. Тура солай тыңдаймыз, дыбыс шыққанда лақтырамыз. Осылай ойын түрінде өткіземіз. Одан кейін келесі бізге қажетті дағды, ол дыбыстың бар немесе жоқ екендігін баланың көрсетуі. Ол мақсатта біз әртүрлі ойыншықтар қолданамыз. Және екі бірдей ыдыс қажет болады сіздерге. Түсі, көлемі бірдей болған жақсы, өйткені бала дыбысқа жауап береді. Дыбысқа қарай бөледі ойыншықтарды. Түріне қарай емес, ыдысына қарай емес.
Мұндай кезде қолданатын ойын ойыншықтарды сорттау. Мысалы, бір ойыншықты аламыз, тыңдаймыз. Дыбыс жоқ, мұнда саламыз. Келесі ойыншықты аламыз. Дыбыс бар, мұнда саламыз. Келесін аламыз, мысалы. Дыбыс жоқ, мұнда саламыз. Келесі. Дыбыс бар. Барлық ойыншықтар әрине бөлек тұрады. Сосын оның дыбыс бар немесе жоқтығына қарай бөлеміз екі жаққа. Дыбыстың бар жоқтығын эмоционалды түрде көрсетеміз. Бар! Жоқ болса, жоқ. Тыңдатып көреміз балаға. Баланың қолына ұстатып көреміз. Оған қоса шылдырмақтар қолдануға болады. Мысалы, мынандай шылдырмақтар аламыз. Және біреуін ашып, ақырындап ішіндегі тастарын алып тастаймыз. Сосын тыңдатамыз. Бар! Жоқ. Осындай ойыншықтарды қолдануға болады. Келесі жақсы ойын ол мынандай матрешкамен ойналатын ойын. Мысалы, балаға көрсетер алдында тығуға болады, мысалы. Тук-тук-тук, кім бар мұнда? Қара, мынау үкі. Ашамыз, ашамыз. Мұнда тағы бір үкі бар екен. Оны ашамыз. Аш. Тағы бір үкі бар екен. Келесін. Аш. Ашамыз. Сосын ашамыз. Сосын бұларды жапқан кезде бұны балаға ұсынуға болады. Мысалы, бір төмен жағын береміз. Және екі дұрыс жауапты береміз. Екі жауап береміз. Бала өзі таңдап дұрысын кигізу керек. Бұл балаға пайдалы, өйткені көлемді көзбен көріп қабылдауын дамытуға да қажетті болады. Мысалы, бала көреді, егер түсінбесе, былай істеп көреді. Сосын былай жабады. Алақай, таптық. Келесін солай беруге болады. Мысалы, егер бала өзінен жинай алса, барлығын береміз, өзі жинап шығады. Сосын бұларды көрсеткен кезде бір тасты алып, кішкентай, мысалы, қатты тасты алып, сосын оған көрсетеміз, мысалы. Мұнда қара, салдық. Тыңдаймыз. Дыбыс бар. Қатты дыбыс. Солай істейміз. Сосын балаға айтуға болады. Мұнда дыбыс жоқ. Қане іздейміз, дыбыс қайда? Мұнаны көрсетіп, мысалы, араластырып, бұлай қоямыз. Сосын іздейміз, қайда? Дыбыс қайда? Іздейміз. Жоқ. Жоқ. Бар, дыбыс бар. Жақсы. Алдымен баламен бірге шайқауға болады. Бала бұның несін сезеді, дірілдегенін, тастың ұрғанын, дірілдегенін сезеді. Бастапқыда солай көрсетуге болады. Сосын тапқан кезде бар, таптық. Соны ашып көрсетеміз бала. Шариктің көмегімен дыбыстың шығып жатқанын көрсетеміз. Одан кейін бала бұл тапсырманы түсінген кезде балаға қолына бермейміз. Өйткені ол дірілді қолмен сезіп қояды. Ал бізге оның тыңдағаны қажет. Сондықтан қолына бермейміз. Тек қана былай араластырып, тыңдатып сұраймыз. Бар ма? Жоқ. Қолына баланы бермейміз. Тыңдатамыз. Бар. Сосын баланың көзінше тағы да ашып, орнын ауыстыруға болады. Келесісіне салдық, жаптық және араластырдық. Сонымен іздейміз ары қарай. Тағы тура сол жолмен дыбыс жоқ. Бар, дыбыс бар. Солай іздейміз. Кейін баламен тағы да роль ауысуға болады және солай ойнауға болады. Немесе көрсетпей істеуге болады. Мысалы, бала мұнда көріп тұр, үлкенге салынғанын солай тауып алуы мүмкін. Сондықтан біз немесе қағазбен жауып,
ашып, мүмкіндігінше былай экран арқылы жауып, тасты басқа матрешкаға салып істеуімізге болады. Немесе ондай мүмкіндік болмаса, басқа үлкен адамның көмегімен істеуге болады. Роль ауысқан кезде, мынаны бала ашамайтын болса, басқа үлкен кісі келіп көмектеседі. Өздері жасайды, ал мен мысалы көзімді жауып тұрамын. Егер бала жауып қалған көнбейтін болса, қарай беретін болса, онда балаға көзін былай жауып қойға болады. Өзі жабады, мысалы көзіңді жұм, көзіңді жап, сосын ашқызатын кезде аш деп бірге ашамыз. Өйткені ол аш деген сөзді білмейді. Сондықтан көзін жауып тұрған балаға айтамыз аш, көмектесеміз солай. Келесі жолы бала аш деген сөзді түсінеді және дыбыстың бар жоқтығын ажыратуға, тыңдауға үйренеді. Үй тапсырмасы. Осы аталған жаттығуларды үй жағдайында қайталап, тура осылай орындау.